Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 9 сынып Адам жанының құпиясы бөлімі. Тақырыбымыз Ілияс Жансүгіровтің Құлагер поэмасы 2-ші сабақ. Бүгінгі сабақта сіздің меңгеретініңіз көркем шығарма идеясы негізінде кейіпкерлер бейнесін анықтау. Құрметті оқушылар, өткен сабағымызды есімізге түсірейік. Ілияс Жансүгіров, Құлагер. Басталды әңгіменің былай басы, болдаған 70-80 жыл шамасы, арқада ерейменді мекен еткен керейде Сағынайдың болмасы. Көр әлеумет жарандар, жиылды осы көмбеге, шапқалы тұр бәйгеге, бөкен санды бұрылдар. Төртеудің 1300-ден мойны озып, құлагер келе жатты тістеп бұйрық. Қамшылап екі жаққа алма кезек, баласы көк түйгіннің қақты безек, көк атты осы арада артқа тастап, жөнелер құлагерге осы кезет. Жанасып құлагерге қалғанында, сақ еді шайбалтасы құлан ұрды. Ой қозғау мақсатында мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: Ақанның жан серігі құлагерден айырылу себебі неде деп ойлайсыңдар? Екінші сұрақ: адамдар арасындағы бақталастық, қызғаныш туралы не білесіңдер? Үшінші сұрақ: поэманың түйінді идеясы не? Сіздердің де жауаптарыңыз дәл осылай болады деп ойлаймын. Ақанның жан серігі болған құлагерді Ақанмен өштесіп жүрген Батыраш, Қотыраш деген байлар қастандықпен өлтіреді. Бақталастық пен қызғаншақтық біреудің артықшылығын мойындамау, оның орнына орынсыз таласу. Бойында мұндай қасиеті бар адамдар өз мақсат мүддесін ғана көздеп, оны жүзеге асыру үшін әртүрлі іс-әрекеттер жасайды. Үшінші сұрақтың жауабы: ақынға деген халық құрметі мен махаббатын көрсету, қатал заманда шеккен қасіреті мен қорлығын жеткізу. Енді оқушылар келесі тапсырмаларды орындап көрейік. Тапсырма: концептуалдық кесте әдісі арқылы поэма үзіндісін негізге ала отырып, Ақан серіге талдау жасаңдар. Кейіпкер, өмірге қызығушылығы, адамгершілік қасиеті, іс-әрекетіне баға беріңіздер. Дескриптор: Ақанның өмірге қызығушылығы мен адамгершілік қасиетін анықтайды, іс-әрекетіне баға береді. Жақсы балалар, жауабымызды тексерейік. Кейіпкер Ақан, өмірге қызығушылығы қандай? Біріншісі төмен. Дүниеден безіп, кісі киіктеніп, өмірден көңілі суиды, тау мен тасты, жапан түзді мекендеп, ортасынан қашады, күңіреніп өмір кешеді. Жоғары жағы болса, Ақан осындай лас дүниеден безінеді, соны ол қысынады, өктемдігіне көнбейді, бас имейді, топастығына қынжыланады. Адамгершілік қасиетіне тоқталсақ, жоғары. Ақанның адамгершілігі, мейірбандығы, жарлыға жанашырлығы, жетім балаға деген әкелік қамқорлығынан да көрінеді. Іс-әрекетіне баға берсек, жоғары баға береміз. Ақан құлагерін жалғызындай жоқтайды,
ішінен шыққан перзентіндей оған егіледі. Жалғызбын деп жасымайды, өр сөйлейді, батыл үн қатады. Ақан, би, бай деп батыраштан қаймықпайды. Улы тілін оған безеп-безеп алады. Топ алдында оның абыройын айрандай төгеді. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Оқиға кезеңіндегі әлеуметтік адамгершілік жағдайларды бүгінгі өмірмен байланыстыра отырып, сызба модель жасаңыздар. Дескриптор кейіпкер бейнесін анықтайды, өз ойын дәлелдейді. Дұрыс жауабын көрейік. Кемшіліктер. Шығармада құлагердің келуі күншіл қауымға үрей туғызады. Құлагер туралы әртүрлі сын айтады. Менің өмірімде күншілдік қазіргі кезде де бар. Сын айтылмай мін түзелмес дейді. Бірақ сын айтудың да орны бар емес пе? Жетістіктер. Шығармада Күреңбай әділ сыншы, ақын, адалын айтады. Көпті көрген көне, қырағы сыншыл ол байына да, болысына да, биіне де бұрмайды. Адамгершілігін арын сатпайды. Байларға жалтақтаудан аулақ. Менің өмірімде әділ, адал болған жақсы ғой, бірақ соның қазіргі кезде пайдасы бар ма? Заман өзгерді деп заманға барын аударамыз. Заман емес-ау, адамдар өзгеріп бара жатқанын байқамаймыз. Құрметті оқушылар, сіздер бүгін жаңа тақырып бойынша негізгі білімді алдыңыздар. Енді сабағымызға кері байланыс берейік. Бүгінгі сабақта байқағаным, түйгенім, білгенім. Рахмет, балалар. Үй жұмысы. Егер мен Ақан болсам, шағын ой толғау жазасыздар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.